алдымызға қойған мақсаттарды барынша нәтижелі орындау үшін, айналамыздағы адамдармен өзара іс-әрекет жасау үшін психологиялық білімдермен қамтамасыз болу қажет. Тұлғаның құрылымдық элементтері мен типтерін білу өте маңызды. Өйткені психикалық құбылыстардың табиғатын түсіну, психологиялық білімге ие болу, тұлға аралық тұлға ішілік қақтығыстарды шешуге, олардың алдын алуға, адамдардың өмірін жандандырып, гүлдендіруге және де адамдардың тұлға ретінде өздері қалыптастыруға септігін тигізеді. Адам қаншалықты өзінің ішкі дүниесін, қоршаған ортадағы сыртқы құбылыстарды жақсы танып білсе, соншалықты өз өмірін тиімді жүйеде мәңгілік етіп өмір сүру мүмкіндігіне ие. Осындай күрделі құбылыстарды қарастыратын, оны мән ашатын, қазіргі таңда айтарлықтай сұранысқа ие, ерекше өзектілігімен сипатталатын біз Тұран университетінде сезім психологиялық үйірмесін танып біліп игереміз. Психология бұл пайдалы, қызықты және құнды ғылым. Осы үйірме аясында психология ғылымының жүз тұлғасы жобасы жүріп жатыр. Бүгінгі қарастыратын ғалым Төлеген Тәжібаев. Арыс қаласында көшеде аштықтан бұратылып жатса керек. Кабанов деген бір орыс теміржолшы көріп, сол маңдағы үйіне көтеріп алып келеді. Жуындырып, киіндіріп, тамақ беріп есін жиғызған, деп Төлеген ағамыздың шәкірті Жолмұқан Түркпенұлы жазады. Ал ағамыздың орыс әпкесі Клавдияның еске алу хатынан келесідей мәліметті аламыз. Бір күні әкеміз көшеден сәби қазақтың баласын алып келді. Ол ауыр халде болатын. Бірақ Төлеген тез арада өзіне келіп, сүйкімді, ақылды бала болып шықты. Әсіресе ол біздің әкеміз Иван Федорович Кабановқа бауыр басты. Осылайша, теміржолшы отбасымен асырап алынған, аштық қыспағынан жаны жарға таянған, үрейлі ажалдың өзімен бетпе-бет кездескен 7 жасында жетім қалған қазақ баласы, болашақта Мәскеудегі Надежда Крупская атындағы коммунистік тәрбие академиясының аспирантурасын бітіреді. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының кафедра меңгерушісі, Қазақ медициналық университетінің педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, ректоры, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің ректоры, Қазақстан ғылымдар академиясының академигі атанады. Халық ағарту комиссары, сыртқы істер министрі, Кеңестік социалистік республикалар одағының Үндістандағы елшісі, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерін иегері. Төлеген Тәжібаев атына көше мектептер тұрғызылады. Ол педагогика ғылымы саласында Қазақстандағы тұңғыш доктор және академик. мың 1910 жылы 23 ақпан. Оңтүстік Қазақстан, Шардара ауданы, Сүткент ауылы. Дүние тұтап тұрған тасталқанда бірлігі жарасқан, ұрпаққа ұрпағы жалғасқан, мына дала, мына өлкеде жарық дүние есігін жаңа туған қазақ баласы ашады. Сәби кезінен бастап өмірі қым-қиғаш оқиғаларға толы, ол болашақта игі істермен танылып қана қоймай, халқын басқа жұртқа тек жақсы жағынан таныта біледі. Өзі туған елі жерінде психология, педагогика ғылымдарын дамытуды көздейді. Осы ғылымдары арқылы қазақ баласының сауатты болуын аңсайды. Қазақ елінде жұт, ашашырлық орын алған кезеңдер еді. 7-ге толған Төлеген үйінен аулаға ойнауға шығып кетеді. Қайта оралса, отбасындағы адамдардың барлығы тамақтан уланып, қырылып қалғанын көрінеді. Отбасының мұндай жаппай қырылу себебі уланған көже. Яғни, тамақ болмаған соң ел күнін көру үшін түрлі заттардан бар жиған тергеннен тамақ жасап отырған. Міне, осындай заттардың ішінде масақ, яғни улы зат түсіп, Төлеген бір мезетте ата-анасы, туған туыстарынан айырылып қалады. Көз жасы адам басына төнген қайғының шеше алады ма? Әрине жоқ. Ертелі ме кеш пе бала ауылды тастап бара жатқан бір топ ересектерді көреді. Сол адамдармен бірге бұл да қалаға қарай жол тартады. Ол кездері қала деп станцияларды айтатын болған. Яғни пойыз келіп тоқтайтын жерде ылғи да адам толы болатын. Бала осы станциялардың біріне келіп тамақ қалдықтары бар жерді іздейді. Әрине ештеңе таба алмайды. Осылайша темір жолды жағалап бара жатқан жерінде құлайды. Ұстазым тікелей ені психолог қып шығарған кісі осы Төлеген Тәжібаев. Академик Төлеген Тәжібаев туралы мен ең алғаш рет өзімнің ғылыми жетекшім Төлеген Тәжібаевтың шәкірттерінің бірі Алдамұратов Әбілхан Жұмаділләұлынан естіген едім. Төлеген Тәжібаев
Бұл кісі қазақ халқының біртұтар ғалымы. Психология ғылымын алғашқы қолға алып, психологиядан ғылым докторы атағын иеленген психолог. Сонымен бірге Қазақстанда алғашқы университеттің бірінші ректорлерінің бірі болған үлкен ғалым. Қазір сол кісінің шәкіртінен екеуі ақ қалдық. Жарықбаевқа 90-нан асып кетті, мен үлкен Казгуде істеп жүрген. Мен өзім 85-ке келдім, міне шәкірт. Барлығы қазір ол шәкірттердің барлығы қайтыс болып кетті. Ең кейінгі шәкірттерім ғой мен енді. Иә, соның өзі. Қайша айтқанда. Сол жаңағы бұл кісінің аты ұмытыла бастады. Біз ондай ойлағанымыз жоқпыз. Қарасам ешкім тек кейбіреу тәжірибе кім десең білмейді. Сонда енді бір намысым ба, өзім жаңағы сондай нетіп. Қой, мына кісіні мен іздейін өмір тарихын. Бірдеме жазайын қолынан келгенше. Бірдеме өткізейік. Туған күн деген болады, әртүрлі психолог мерекелер болады. Атын айтып бұл кісінің. Бұл кісіні жай ғана ғалым емес. Бұл кісі өз сан қырлы болған адам ғой. Мемлекеттік қайраткер болған. Көпшілік өмірі сонымен кеткен. Бұл армандайтын. Менің арманым психолог болып, педагог болып, психология, бір деді ғой ол кезде. Осы Қазақстанда соны өркендетсем деген арманмен келді бедім. Иван Федорович Кабанов атты орыс кісі темір жолды жағалап келе жатса керек, адамның бір ыңырсыған дыбысын естиді. Айналасына мұқият қараған кезінде ессіз түссіз жатқан баланы көреді. Үйіне апарып қолынан келген бар жәрдемін аямайды. Аузына аз-аздан су тамшысын тамызып, кейін тамақты да аз мөлшерде беріп отырады. Осылайша баланы тірілтіп алады. Иван Федоровичтің отбасы үлкен болады. Алайда жалғыз асыраушысы өзі. Напақасын теміржолшы қызметін атқарумен тауып жүрген адам. Сол себептен оның әйелі Мария жаңа тауып алған баланы үйге қалдыруға наразылығын білдіреді. Балалармен ойнап жүріп, орысша үйреніп алады. Үйлерінде ана өздерінде мәдениетті орыстар екен. Қарапайым болса да, үйінде мандалини бар екен, скрипка бар екен, сондай орыс балалайка бар екен. Бұларларды тыңдап ойнағанын көріп, соның бәрін үйреніп алады. Барлық инструментті ойнайтын болады. Бұлар таң қалады. Орысша тез үйреніп кетеді. Жазған үйреніп кетеді. Бұл керемет бала екен деп, әкесі тек мейірімсіз өз баласынан көріп, маған жақсы көріп кетеді. Жатқанда қойын алып жатады. Баланы тауып алғаннан кейін көп ұзамай Иван Федорович Кабанов отбасы Төлегенді интернатқа орналастыруға шешім қабылдайды. Бұл шешімнің негізі әрине сол кезде орын алған ашаршылық болып табылатын. Тым құрмағанда баланың қарны тоқ жүреді ғой деген оймен орналастырған болатын. Енді демалыс күндері Төлеген келіп өз отбасына бар жәрдемін тигізіп тұрады екен. Қолынан келген еңбегін аямайды екен. Сол шында оның туыстары, орыс әпкелері жақсы көріп қалады. Сонымен бірге Төлеген Тәжібаев ағамыз үлкен патриот болады. Ол Лев Семенович Выгодскийдің балаға бірінші кезекте ана тілін үйрету керек. Содан кейін барып басқа тілдерді меңгерсе де болады деген тұжырымдамасын ұранға тұтады. Ал енді Ресейдегі оқуын тәмамдағаннан кейін сол елдің үлкен ғалымдары біз сізге барлық жағдайды жасаймыз. Сіз қалып, осы елде қалып, ары қарай қызметіңізді жалғастырсаңыз деген ұсыныс тастайды. Соның ішінде Сергей Леонидович Рубинштейн де бар. Бірақ Төлеген Тәжібаев ағамыздың жауабы келесідей болады. Жоқ, мен еліме барам. Біздің елде дамымай қалған деп отырсыздар. Шындығында бізде бұл ғылым дамымаған. Жоқ. Мен өз елімде осы ғылымды білген алған білемді, өркендетем білген. Алдында осы Мәскеуде оқыған 4 жыл. Академия наук деген бітірген. Педагог болып. Оны отлично бітірген. Оның кейін бар аспирантураға жіберген. Оның кейін Ленинградқа көшкен ол институт. Сонымен Ленинградқа тағы 3 жыл оқып, 3 жылдың ішінде диссертациясын бітірген. Жазып, қорғап, ол кезде қолма-қол береді екен. Артынан доценттігін алдық, артынан еш алар. Сол кісі ешқайсы бой бермей,
еліне 38 жылы оралған ғой. Өз отанын, өз халқын, өз тілін, тамаша ұлттық дәстүрлерін жалынды жүрекпен сүйген, өзінің отанға деген сүйіспеншілігін сөз жүзінде емес, іс жүзінде көрсеткен адам ғана нағыз патриот болып саналады. Кадр жоқ, жалпы жұмыс істейтін кадр жоқ. Заман қиын, соғыс келе жатыр. Бәрі біліп отыр еді, ертең бір соғыс шығатын. Осы сол 1-2 жыл істейді мұғалім, бар жоғы. Соны алады да министр образования жасайды. Одан Сәлменің зампреті қылады соғыс басталғаннан кейін. Қонаев шақырып Өскеменнен әкеледі. Ол кісі жаңағы промышленность өндіріс жағын береді түгел. Бұл кісіге қалған әлеуметтік жағы. Оқу бар, спортың бар, мәдениет бар. Бүкіл барлық әлеумет жағын бұл кісіне береді. Екеуінде бір үй салған, бір үй тұтып, үйі бар әлі. Бір күні Алматының жаздың жаймашуақ күндерінің бірінде бір жолдасыммен Алматының көшелерінің бірінде келе жаттым дейді. Жолдың жиегіндегі машинесін жөндеп тұрған Төлеген Тәжібаевты көрдім дейді. Ұстазыма амандасайын деп бұрылдым дейді. Барып амандасып едім, ол кісі мені бірден таныды дейді. Сөйтіп қал жағдай сұрасқаннан кейін тоқтай тұрыңдар жігіттер, мен қазір мына машинемді жөндеп болайын, сосын сендерді апарып саламын деп айтты дейді. Біз аң-таң болып қалдық дейді. Осындай қызметтегі, осындай дәрежедегі ұстазымыздың бір кездегі бізге жаңағы апарып салам деп қызметін ұсынып тұрғанына таң қалдық дейді. 100 жылдық мерейтойында өзінің туып өскен жеріне, сонымен бірге өзінің оқыған мектебіне үлкен ескерткіштер қойылуына біз Алматыдан делегаттармен бірге барып ескерткіш қойып, Құдай тамағын беріп, ол кісіні еске алып, барлық ұстаздары, шәкірттері сол жерде жиналып, сол кісіні есімізге алып, көптеген еңбектерін, осы уақытқа дейін Қазақстанға сіңірген өзінің өмір жолдарындағы барлық қиыншылықтары мен қызықтарын өздерінің туып өскен жеріндегі шәкірттерімен бірге, өздерінің туған туысқандарымен бірге еске алу кешін өткіздік. Ал біз Тұран университетіндегі сезім үйірмесінде Жүсіпбек Аймауытов, Төлеген Тәжібаев, Мәжит Мұханов, Құбығұл Жарықбаев, Жонқан Түркпенұлы сынды ұлы тұлғалардың еңбектерімен танысып, сол білімдерді тәжірибемізде, күнделікті өмірімізде қолдануды көздеп отырмыз. Көріскенше сау болыңыздар.